111. Егер бала жөргекте жатқан көзінен-ақ анасын тыңдамай 5 жасынан әкесімен тайталасып тілін алмай бұзақы болып өссе, онда өсе келе одан жаман азамат, жаман сарбаз шығуы сөзсіз. Мұндай жөргегінде ұрған адамды қайта тәрбиелеу, оның бойына жауынгерлік игі қасиеттерді дарыту қолбасшының ең қиын міндеті. Ата-аналары осындай ұқыпсыз, жауапсыз етіп тәрбиелеп өсірген жүгенсіз балалардың қолбасшының жақсылық күтуі екіталай. 112. Балаға адамның, азаматтың бойындағы барлық жақсы асыл қасиеттер ананың ақ сүтімен берілуі қажет. Сонда ғана одан жауынгер шықпақ, сонда ғана әскер өз қадірін, өнеглі азаматты, жақсы жауынгерді қабылдай алмақ. Ал қазір біздер кейде азап шегіп қайта тәрбиелеу жұмысына көп уақытымызды, күш-қуатымызды сарп етіп, жүйкемізді тоздырып келеміз. Бұқара көпшілікті тәрбиелеу жұмысына суретшілердің, жазушылардың, композиторлардың және де басқа өнер қайраткерлерінің алатын орны ерекше. Әскерге дейін жақсы адам тәрбиелеу керек. Сарбаз деген сөзді мен кең мағынада түсінемін. Барлық жағдайда, отбасынан бастап шабуылға дейін жауынгерлік қасиет, табандылық көрсете білу керек. Адамның әскери жауынгерлік қызметі біздің күресіміздің тек бір ғана түрі болып табылады. 114. Сарбаз әскери қызметкер болу оңай емес. Біріншіден, сарбаз қызметі жағынан ешқандай да демократиялық құқыққа ие бола алмайды. Мен сайлау жүйесінде емес, қызметінде деп айтып отырмын. Сапта тұрған кезде ол еркін қозғала алмайды. Жеке күнделікті тіршілікке өз еркінше жүруге құқысы жоқ. Сарбаз мұның бәрінен айырылған. Қажеттілік осындай. Сарбаздың жеке үлесі осындай. Әскерде өмір етуші және мойын сұнушы, бұйрықты орындаушы бар. Басқару мен бағынудың әскерлік принципі осындай. Бұл қажеттілік. Мен оған істе деймін, ол істеу керек. Ал егер ол істемесе, мен істеуге мәжбүр етемін. Қол астындағы сарбаз бен қолбасшының арасында сапта тұрғанда ешқандай тепе-теңдік болуы мүмкін емес. 115. Сарбаз болу оңай емес. Басқаның еркін мойынсыну оңай жұмыс емес. Сен бұйрықты, әмірді сөзсіз орындауға тиіссің. Тіпті бұйрық саған ұнамай тұрған күннің өзінде де сен сөзге келмей орындауың керек. Қолбасшы күнделігі. Бауыржан Момышұлы.